Ең жақсы әйелдер дейді, мынадай әйел дейді, оларға қарасаң дейді, ол сені қуантады дейді. Сіз мысалы өзіңіздің Құдай қосқан жарыңызға қараған кезде сіз қуанатындай болу керек. Міне жақсы әйел деп соны айтады. Сондықтан шариғатта әйел адам бар мүмкіндігін салып, ерінің алдында сәнденуге болады. Бізде наоборот болып кеткен бар, Құдай сақтасын. Жаңағы тойға бір қонаққа барады десе, әйелін танымай қалады. Рас мынау менің қатыным ба деп қалады да. Мүмкін түрін көрмесе сыртынан ғашық болып тұруы мүмкін, ал кім екен? Наоборот болу керек. Көрдің, қоғам қалай өзгеріп кеткен. Ол барын салып, күйеуінің алдында сәнденіп бояну керек.